Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Раббысынан мындай бұйрық алды. Келесі аятта: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва минал лейли фатахаджад бихи нафилатан лака. Сондай-ақ ва пайғамбар, осы 5 уақытқа қоса 5 уақыт намазбен шектелместен, ва пайғамбар, сен түнгі сағаттардың бірінде ұйқыңнан оянып, төсектен жамбасыңды ажыратып, дәретіңді алып, өзіңе түсірілген осы Құранды оқуың арқылы түнгі намазды атқар. Сенен қосымша ретінде, және де менен сауапты артығымен тілеген ниетте. Бұл түнгі намаз шын мәнінде 5 уақыт намаздан айырмашылығы әрине өте үлкен, бірақ Алла Тағала оны әрине парыз қылмады, тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ғана болмаса. Бірақ 5 уақыт намаз, ол көбінесе біз жамағаттың көбісі мешітте оқиды, тағы бір жерлерде оқиды, жұмыста оқиды, яғни куәлар бар 5 уақыт намазда. Сондай-ақ ол парыз дейік. Ал адамды түннің ортасында қандай нәрсе оятуы мүмкін? Ұйқы тәтті болып отқан кезде, ұйқы тәтті, көрпе жылы, не адамды тұрғызуы мүмкін? Ешкім оны көріп тұрмаған жағдайда. Алладан басқа ешкім көрмейді оны. Міне бұл деген сөз Аллаға, ақыретке, Алланың қасындағы сауаптарға, сондай-ақ тозақтан қорқатындығының, осы нәрселерге деген ниетіңнің шынайылығы да. Тек қана шын мәніндегі Аллаға деген ұмтылыс, Аллаға деген жақындау ниеті, шын мәнінде деген тозақтан қорқу, шын мәнінде жәннаттың күллі дәрежесін қалау дегендей нәрселер. Шын мәнінде Аллаға мұқтаж екендігіңді, оның жәрдемін қатты қалайтындығың, онсыз өмір сүре алмайтындықтың бір шынайы бір белгісі, ол осы түнгі намаз екен. Сондықтан да сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямдан сұраған кезде, парыз намаздардан кейінгі ең абзал намаз қандай деп сұрағанда, ол кісі саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтады: Афдолу салати баъдал фаридати салатул лейли дейді. Парыз намаздардан кейінгі ең абзал намаз ол түнгі намаз дейді. Міне осы түнгі намазда Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға атқар деп жатыр. Пайғамбарымыз бірінші болып атқарған жоқ ол түнгі намазды. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дейінгі буындарда да қаншалаған салиқалылардың жолы болатын бұл түнгі намаз. Сондықтан соны түсіндіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің үмбетіне айтады. Яғни қызықтырады, ынталандырады. Парыз болмаса да, алейкум би қиямил лейли дейді бізге. Сендер түнгі намазда оқуға тиістісіңдер. Яғни пайғамбарымыздың ынталандыруы осылай. Алейкум би қиямил лейли, сендер түнгі намазды атқаруға тиістісіңдер. Иннаху даабу солихина қаблакум, шынымен де ол түнгі намаз сендерден бұрын өткен салиқалылардың жолы болатын дейді. Яғни солардың ұстанымы болатын. Ва хуа қурбатун лакум иля роббикум. Екінші, ол сендерді Раббыларға қарай жақындататын амал. Қараңыздар. Түнгі намаз, түнде тұрсаңыз, сіз не істеп жатырсыз? Сіз Аллаға жақындап жатыр екенсіз. Яғни Аллаға жақындататын амал. Ва макфаратун лиссайяти, сондай-ақ ол күнәларды жуатын амал. Күнәларды өшіріп жіберетін амал. Ва манхатун анил исми, сондай-ақ істегелі тұрған, немесе шайтан азғырып тұрған бір күнәдан тыятын амал дейді. Яғни түнгі уақытта адам Раббысынан қуат алады, Раббысына сыйынып, жалынып, түнгі намазды оқып, ертеңгі күндізгі уақытта Алла Тағала оны күнәдан сақтайды. Сонда ертеңгі күндіз өмірге шығу үшін Раббыңыздан осындай бір қуат алған болу керек боласыз. Күнәға қарсы қуатты тек қана Алла бере алады. Алламен байланыс нығайған кезде ғана біз қарсы тұра аламыз. Күнәларға, жаман ойларға, уәсуастарға қарай. Ал егерде бізде ол қуат болмаса, біз жеңіліп қаламыз. Өйткені
хулиқал инсану дағифа дегендей, адам баласы өте әлсіз жаралған. Міне сол әлсіздікпен біз көп нәрсеге жарамаймыз, Алла Тағаламен байланыс мықты болмаса. Сондықтан Алла Тағала бізді 5 уақыт намазбен байлауымызбен қатар, осындай бір түнгі намазбен де байлауды қалады. Өзіміздің жан дүниемізден, өз ниетімізден бір қосымша ретінде. Міне бұл түнгі намаз бізге осындай жақсылықтарды сыйлағалы тұрса, пайғамбарымызға не бергелі тұр бұл түнгі намаз. Уа пайғамбар, түннің ішінен ұйқыдан оянып, осы Құранды оқуың арқылы өзіңе бір қосымша амал ретінде, үстеме амал ретінде түнгі намазды оқы. Үміт етіледі. Осы түнгі намазың үшін үміт етіледі. Қандай нәрсе? Айябасака роббука мақаман махмуда. Раббыңның сені қиямет күні өзінің қасындағы мақтаулы орынға, мәртебеге бөлеуі дейді.